Сәлем достар, бүгін термомиксті көбі ретінде пайдаланамыз, үй жағдайында сармай жасаймыз. Бұл өте оңай, дәмді, пайдалы, ең бастысы табиғи өнім. Сармай жасау үшін біздің чашы салқын болу керек. Бізге небәрі қаймақ, сливке қажет, майлылығы 33%-дан жоғары болу керек, және де бабочка қажет болады. Бірінші бабочканы орнатып аламыз. Бірінші чашаға 500 мл сливке құямыз. 2 минут 4-ші жылдамдықта шайқаймыз. Май пайда болған кезде термомикстің дауысы өзгереді. Майдан сары су бөлінеді, ол пахта деп айтылады. Ол да пайдалы, тастамай нан пісіруге пайдалансаңыз болады. Енді пайда болған майды салқын сумен жуамыз. Сумен жуу бұл ұзақ мерзімде сақтау үшін. Майды сүзгі арқылы сүзіп аламыз. Майымыз дайын болды, қалауыңызша тұз қоссаңыз болады. Контейнерге салып, тоңазытқышқа қоямыз. Міне, үй жағдайында дайындайтын ешқандай қоспасыз 100% табиғи сармайымыз дайын. Үйде егер балмұздақтан сливке артылып жатса, онда оны бұзылып кетпеу үшін сармай дайындап қоямыз. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылып қойыңыз. Келесі видеода кездескенше.